Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Физика каналына тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Яғни бүгін бізде Закирова 8-ші сынып оқулығы бойынша 3-ші жаттығу 25-ші бет. Мұндағы бірінші сұрақтың жауабы конвекция, жылу өткізгіштік және сәуле шығару болып табылады. Екінші сұрақтың жауабы, яғни қағаз қорапта су ойнатуға бола ма деген, әрине болады. Үшінші сұрақтың жауабы, бірінші оқушының жауабы дұрыс. Осы үшінші жаттығудың үй жұмысы. Бірінші сұрақтың жауабы адамның дене температурасымен тең болғанда. 36-та 6 Цельсий градус болғанда. Екінші сұрақтың жауабы құрғақ жерден теңізге қарай және желдің бағытын судың толқынына қарап білуге болады. Және үшінші сұрақтың жауабы әрине жыртылған жер, себебі ашық түске қарағанда қою түс күн сәулесін көбірек таратады. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Оқушылар, келесі жаттығу 4-ші жаттығудың сұрақтарының жауабы. Бірінші, тігін өндірісінде жылу өткізгіштігі төмен бұйымдарға мақта мен жүн жатады. Олардан жасалынған бұйымдар жылуды нашар өткізгендіктен сыртқы суықты қорғап, ішкі жылуды сақтайды. Оларды қысқы қалың киімдер тігуде, тоқыма киімдерді дайындауда, мақтаны жамылғы көрпелерді дайындауда қолданады. Бұрынғы кездерде жүннен жылы отыру үшін киіздер басқан. Келесі екінші сұрақ жауабы. Пенополистрол ғимараттарда жабуда, құбырларды оқшаулауда қолданылады. Пенофол және фольгопласт қабырғаларды, едендерді, шатырларды жылуды оқшау үшін және жертөле мекемелері үшін моншаларда қолданылады. Келесі үшінші сұрақтың жауабы. Салмақсыздық жағдайында табиғи конвекция болмайды. Сол себепті ғарышқа ұшу барысында мәжбүрлі конвекцияның көмегінсіз жасанды серіктің корпусы салқындамайды, шам жанбайды. Онда шырпы, газ пайдалануға болмайды. Өйткені жану өнімдері жалыннан алыстатылмайды. Себебі ол оттектің жетіспеушілігінен өшіп қалады. Мінекей 4-ші сұрақтың жауабы. Бұнда үй тапсырмасы берілмеген. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып кетіңіздер.